Сабақтың тақырыбы: Қазақстан 2030 стратегиясы мемлекет дамуындағы жаңа кезең. Зерттеу сұрағы: Қазақстан 2030 стратегиясын қабылдау қажеттілігі неден туындады? Бұл сабақта ұзақ мерзімді мемлекеттік стратегияларды талдаймыз. Қазақстанның даму стратегиясындағы демографиялық саясаттың бағыттарын анықтаймыз. Инновация, жаңалық енгізу, жаңарту. Қазіргі ойлау үлгісі мен дәстүрлі таным ерекшелігіне ұқсамайтын жаңа ойлау жүйесін тауып шығару, білім мен материалдық мүмкіндіктерді пайдалана отырып көнені өңдеу, бар нәрсені одан әрі жақсарту, кем нәрсені толықтыру, жаңа нәрсені жетілдіру, тың нәрсені байқау, жаңа зат, жаңа әдіс, жаңа жол, жаңа орта жаңалығымен өмірді жаңарту. Интеграция шоғырлану, бірігу, ықпалдасу деген мағынаны білдіреді. Қазақстан 2030 стратегиясы ұзақ мерзімді 7 басым бағыттан тұрады. Қазақстан 2030 стратегиясы қабылдануының маңызы неде? Кез келген мемлекет өз дамуының негізгі бағыттарын алдын ала айқындап алуы керек. Негізгі басымдықтарға сәйкес құрылған жүйелі бағдарламасыз алға қарай дамудың қиынға түсері анық. Сондықтан Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан кейін кең ауқымды әлеуметтік, саяси және экономикалық реформаларды жүргізе бастады. Елдегі өтпелі кезеңнің ауыртпалықтары азайып, реформалардың жүзеге аса бастаған тұсында дербес төл стратегиялық бағытымызды айқындау мақсаты қойылды. Елбасы алғаш рет 1996 жылы 8 қазанда Қазақстан халқына елдегі жағдай және ішкі, сыртқы саясаттың 1997 жылға арналған негізгі бағыттары туралы атты жолдау жасады. Бұл жолдауда Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев еліміздің тәуелсіздік алғаннан бергі 5 жыл уақыт аралығында жүзеге асырылған саяси, экономикалық және әлеуметтік мәселелер бойынша реформаларға жан-жақты тоқтала отырып, терең таңдаулар жасалды. 1997 жылы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан 2030 даму стратегиялық бағдарламасын ұсынды. Оның 1997 жылғы 1 қазандағы Қазақстан 2030 барлық қазақстандықтардың өсіп өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы атты Қазақстан халқына жолдауы тәуелсіз еліміз тарихындағы мемлекетіміздің жаңару бағытын айқындаған маңызды құжат болып табылады. Стратегиялық бағдарламада Қазақстанның қарқынды дамуын қамтамасыз етуге бағытталған мәнді 7 негізгі ұзақ мерзімді басымдық белгіленгенді. Стратегияда ұлттық қауіпсіздік бірінші орынға қойылды. Тәуелсіз мемлекетіміздің ұлттық қауіпсіздігі азаматтардың гүлденіп көркеюімен жүргізіп жатқан реформамыздың табысқа жетуінің басты кепілі және негізгі басымдық ретінде көрсетілді. Оны қамтамасыз етудің алғышарты қоғамның ынтымағы мен ішкі саяси орнықтылығы. Әлеуметтік тұрғыдан ішкі орнықтылық пен тұрақтылықтың іргетасы орта тап екені белгілі. Стратегиялық бағдарламада орта тапты қалыптастыруға шешуші маңыз берілді. Қазақстан 2030 стратегиясы ел азаматтарының кемел прагматизмге сүйеніп қана атқара алатын келелі мәселелерді айқындап көрсетті. Елбасы жекеменшіктің, шетелдік инвестиция, ашық қоғамның, саяси плюрализмнің, кәсіби үкіметтің, қылмысқа жол бермеудің өткір мәселелерін батыл көріп қана қоймай, жемқорлыққа, экономикалық бой күйіздікке қарсы белсенді күреске шақырды. Қазақстан 2030 даму стратегиясы ұзақ мерзімді қамтыған, халықтың мүмкіндіктері мен қабілетін толық ескерген, басым бағыттары шынайылыққа негізделген байыпты бағдарлама болып табылады. Қазақстан 2030 стратегиясынан кейінгі елбасының жасаған жолдаулары осы бағдарламаның заңды жалғасы болып табылады. Тақырыпқа байланысты сұрақтарға жауап іздеп көрейік.